Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тілі каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетіңіздер. Бүйректің негізгі қызметі адам денесіндегі артық заттарды шығарып, қан қысымын реттеп отырады және де зат алмасуға қатысады. Бүйрек шамамен 1 минут ішінде 1-2 литр суды бойынан өткізеді. Бұл мүшенің ауруының алдын алу үшін тамақтану тәртібін сақтау қажет. Бүйрек ауруларына мынадай жағдайлар себеп болуы мүмкін. Дұрыс ұйықтамау. Адам ұйықтап жатқанда бүйрек түні жаңарады. Ал нашар ұйқыдан ол толық қалыпқа келмей, ағза кідіріс жасайды. Алкоголь мен темекі. Темекі тартып, алкоголь ішетін адамның бүйрегі ағзадағы токсиндерді шығаруы үшін 2 есе көп жұмыс істейді. Аз қозғалу. Қимыл қозғалыс бүйрек жұмысын жақсартады. Көп қозғалмайтын адамның бүйрегіне тас жиналуы мүмкін. Газдалған және басқа да тәтті сусындар. Таза су бүйрек жұмысын жеңілдетеді. Мұндайда шай мен түрлі сусын кәдімгі суды алмастыра алмайды. Күнде суды нормасымен ішу бүкіл токсиннің шығуына ықпал етеді. Тұзды тағамдар. Рациондағы тұзды және ауыр тағамдарда су-тұз теңгерімін бұзады. Адам денесі 70% судан тұрады десек, су режимін сақтауымыз керек. Су бүйрекке токсиндерді сүзуге және оны несеп арқылы шығып кетуге көмектеседі. Сондықтан да рационда 1,5-нан 2,8 литрге дейін күнделікті су болуы тиіс. Ал енді топ 5 бүйрек сүйетін тағамдарға тоқталып кетсек. Бірінші асқабақ. Калориясы төмен, сонымен қатар витаминдер мен минералдарға өте бай. Асқабақ ағзадағы тас түзетін артық тұздарды қууға көмектеседі және де жұмсағы несеп айдаушы болып табылады. Сондықтан көптеген бүйрек ауруларының алдын алады. Екінші жасыл көкөністер. Асжапырақ, яғни шпинат және брокколи ағзаның жасуша жаңару процесінің негізі болатын антиоксиданттардың көзі болып табылады. Осы тағамдардан салат жасау үшін қуыруға немесе тұздыққа зәйтүн майын қолданған дұрыс. Үшінші мүкжүйдек, клюква. Мүкжүйдектен бөлінген шырын қуық жолдарындағы микробтардың қуыққа бекітілуіне жол бермей, оларды жояды және бүйректің тазаруына қатысады. Қабынуға қарсы және антисептік қасиеті де бар. Төртінші балық. Балық майын, яғни омега-3 ағзаға барлық жағынан пайдалы екенін білеміз. Сонымен қатар қандағы май деңгейін төмендете отырып, қан қысымын көтермеуге қатысып, бүйрек жұмысын жақсартатын қасиетін де біле жүріңіз. Бесінші алма. Көптеген аурулардың алдын алатын әмбебап жеміс. Алмада қандағы шекер мен холестеринді төмендетуге көмектесетін витамин С мен пектин өте көп мөлшерде болады. ақш-тағы Корнелл университетінің ғалымдары алмада рак клеткаларын жоюшы қасиет бар екенін анықтаған және де мидың қартаюының алдын алатын кверцетиннің көзі болып табылады. Достар, сонымен осы видеомды ежелгі гректердің мына сөзімен аяқтағым келеді. Дені сау жүректен бұрын, дені сау бүйрегі бар адам ұзақ өмір сүреді.